Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Қазір біз өте белсенді ашытқыдан тост нанын дайындайтын боламыз. Бұл үшін бізге белсенді тәтті ашытқы қажет. Оған біз қосатынымыз сүт, жұмыртқа және ұн. Барлығын жақсылап миксерлеп аламыз, біріктіріп. Миксерімізді қатты жылдамдыққа қоспаймыз. Жай ғана біздің азық-түлігімізді біріктіріп алсақ болғаны. Алдында тұз қосуға ұмытып кетіппін, соны кейін қосып жатырмын. Оны да бірге миксерлеп аламыз. Барлық ингредиенттер жақсы бірігу керек. Анда-санда миксерімізді тоқтатып, қамырымызды біріктіріп жинап алғанымыз дұрыс болады, өйткені кейде ол осылай түбіне жабысып қалуы мүмкін. Қолмен немесе скребокпен алсаңыздар болады. Біздің қамырымыздың әлі ек қанған жоқ, сол себептен біз тағы да шамалы миксерлейміз. Қолмен де болады, бірақ миксермен ол жылдам әрі ыңғайлы болады. Шамалы тұзымыз бен басқа ингредиенттердің араласқанын күтеміз 1 минуттай. Және келесі бізде қосатынымыз бұл қант. Қантты біз барлық мөлшерін салмаймыз. 2-3 бөлікке бөліп, ақырын қосып отырамыз. Және миксерленген кезде ол түбіне жиналып қалуы мүмкін. Сол себептен анда-санда тоқтатып, миксерді қантты қамырға жылжытсаңыздар болады, немесе үстіне сепсеңіздер де болады. Қанттың қамырға жақсылап миксерленуіне менде шамамен 5-6 минут кетті. Міне анда-санда осылай қасықпен болсын қамырды жылжытып отырыңыздар. Сонда жақсы араласады. Қантты қосып болған соң қамырды бір жерге жақсылап жинап, 10 минуттай қанттың сіңуіне уақыт береміз. Шамалы күтеміз. Бізде әлі қамырымыздың иі қанбаған. Егер қандай да бір процестер сізге түсініксіз болып жатса, міндетті түрде комментарийге жазыңыздар. Біз 10 минут күтіп, қайтадан миксерімізді қостық. Шамамен 2 минуттай орташа жылдамдықта миксерлейміз. Екі-үш минут миксерлегеннен кейін біз жұмсақ майымызды қосамыз. Барлық майды бірге қосып жүрсеңіздер болады. Мен осындай кішірек бөліктерге бөліп, қамырға тез және сіңімді болсын деп осылай турап қойдым. Жаңа біз 2 минуттай миксерледік, 10 минут ол тынықты. Енді біз барлық майымызды қосып, жұмсақ майымызды кіші бөліктерге бөліп, осылай барлығын салып жібереміз. Осы орайда бұл тағы да 10 минуттай төменгі жылдамдықта миксерленіп тұрады. Міне қарасаңыздар, біздің қамырымыз теп-тегіс, иі қанған, өте әдемі болып тұр. Енді мен көп миксерлегеннен кейін менің қамырым иі тез қанды. Кейбір наубайшылар ламинирование жасайды, оған бөлек видео мен тағы да түсіріп көрсетемін. Мен үстелдің үстіне ұн емес, су септім, яғни сулап қойдым. Енді осы қамырды мен 3 бөлікке бөлемін. Алдын ала өлшеп алсаңыздар болады.
Бұндай қамырмен осындай скребоктар жұмыс істеген жақсы. Скребоктармен кесуге өте ыңғайлы болады. Мен өлшеп алдым және бұны мен 3 бөлікке бөлемін. Менде бұл қамыр 654 грамм шықты. Яғни 3-ке бөлген кезде әр бөлігіміз 218-220 граммдай болу қажет. Енді мен осы 3 бөлікті бір шамамен 10-15 минутқа үстелдің үстінде қоямын. Ол үшін алдын ала осылай әрбір бөлікті біріктіріп алуым қажет. Предформовка деп те айтуға болады бұны. Шамалы біздің қамырымыз өте жабысқақ. Сол үшін бізге скребок өте көмектеседі. Бетіне ыдыс жауып, шамамен 10-15 минутқа қалдырамыз. Тостовый нанға осындай форма өте ыңғайлы. Формасы әдемі, теп-тегіс болып шығады. Бұл бізде биік форма, немесе пульман деп аталады. Бұның қақпағы да бар. Әрбір бөлікті мен бургерге арналғандай қылдырып, біріктіріп аламыз. Осы орайда ұн қоссаңыздар да болады. Кішкене жабысқақ болып шығып кетті, бірақ бұл біздің қамырымыздың көтерілуіне немесе дәміне еш әсер етпейді. Қамырымызды алдын ала осылай формовка жасағанымыз дұрыс болады. Міне барлық қамырды ортаға қарай жинап, одан бургердің қамырында етіп жасаймыз. Мен форманы майламадым, таза құрғақ форма, және 3 бөлік нанды ішіне осылай біріктірдім. Салдым реттеп. 28-30 градус температурада 5-6 сағатта бұл нанымыз көтеріледі. Алғашқы уақытта асты мен үстін қосып, 200 градус температураға қосып 20 минут пісіреміз, және 180 градусқа төмендетіп 30 минут пісіреміз. Бас аяғы 50 минутта осындай бізде керемет жұп-жұмсақ нанымыз шығады. Бұл нанды сіздер май жағып тост ретінде жесеңіздер болады, қуырып. Мен көбінесе балаларға гренки жасаймын, яғни французский гренки, даршын қосамын, немесе бал қосып, солай таңғы асқа пісіріп беремін. Өте жұп-жұмсақ, дәмі, иісі де өте керемет болып шығады. Таңғы асқа өте қолайлы. Сэндвич ретінде жасасаңыздар да өте әдемі шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз.